Сәлеметсіздер ме? Қазақ елі, Қазақстан Республикасы, менің оқырмандарым, менің достарым, менің көрермендерім, сіздерге өте қуанышты жаңалығым бар. Фотошопты біз енді қазақ тілінде қолдана аламыз. Сіздерге сол фотошоптан аудармас ісін жасадық. Ол аударманы қалай жасағанымды мына видеодан көре аласыздар, сол жерден қараңыздар. Енді қазір сіздерге демонстрация жасайын, фотошопты қазақша қалай қолдану керексіздер. Өте шынымды айтсам қуанышты нәрсе. Фотошопымыз тұр. Міне фотошопымыз ашылды, және де қараңыздар, мына жерде файл, өңдеу, сурет, қабат, таңдау, фильтр, көру, терезе, толығырақ, есептік жазба, бағдарлама туралы, қате туралы хабарлау, үйрену, блок API. Жақсы. Мұнда жаңа жоба, компьютерден ашу, templates. Templates дегенде аудармадық, жақсы. Келесі жаңа жоба дегенді басамыз, мына жерден таңдаймыз. Мына жерде қараңыздар, social деп тұр. Басып шығару, мында фото, мында social аудармай қалды, кешіріңіздер. Мында таңдаймыз, сосын келесі атауы жаңа жоба, ені, биіктігі, пиксельдер, пайыз, сантиметрлер, миллиметрлер, дюймлер дейді. Келесі мында сантиметр қалдырық, артқы план бізде ақ қара мөлдір арнайы, сосын жасау дегенді басамыз. Мына жерде инструменттерді қараңыздар, құралдар, жылжыту құралы, сосын келесі бізде тік бұрышты таңдау, мынаның ішінде де эллипсті таңдау, тік бұрыш таңдау, келесі лассоны таңдау, көп бұрышты лассоны таңдау, магнитті лассоны таңдау, сосын келесі сиқырлы таяқша, жылдам таңдау, объект таңдау, сосын қию құралы, перспективалық қию, кезек құралы, кезек таңдау құралы дейді. Сосын мұнда тамшы құралы, түс үлгісі, сызғыш. Сосын мұнда нүктелік емделу, тағы да солай барлық біз аударып шықтық. Одан кейін арналар, RGB, қызыл, жасыл, көк, контурлар, сосын толтыру. Мына жерде қараңыздар, астында бізде жаңа қабат жасаймыз, міне үстіңгі қабат. Сосын мына жерде жаңа бума, міне бума бір, сосын қараңыздар, растр масканы қосу, маска қосылды, сосын маска қабат стилі, контур, бейбіл және эмбос, араластыру параметрлер, градиент қабаты, көлеңке түсіру, сыртқы жарқыл, үлгі қабаты. Бұдан асқан не керек? Енді қараңыздар, біз өкінішке орай бұл фотошоптың өзі емес официально. Бұл бізде Photopea деген бағдарлама, бізде фотошоптың онлайн түрі. Оны украиналық па бір мықты жігіт өзі жасаған фотошопқа ұқсатып, барлық ішіндегі инструмент фотошоптікіне дәл. Мында фильтр деген кірсеңіз, барлығы сол фотошоптағы нәрселер деп қой, соның ішіндегі инструмент барлығы бірдей. Осындай қуанышты жағдай бар. Не үшін бізге фотошопты аудару керек? Бұл менде мынандай ой бар. Егер біз фотошопты қазақшаға аударатын болсақ, бізде туториалдар шығады. Адамдар фотошопты қазақша үйреніп бастайды, ең бірінші оқушыларымыз, барлығымыз. Басында ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ біз солай ары қарай алып кететін болсақ, ютубта туториалдар шығады, қазақша нұсқада адамдар қазақша іздейді, сосын ютуб, гугл барлығы, қазақтар тіріліпті ғой деп, былайша айтқанда қазақша контент, қазақша сөз қолданыста болады. Қазақша сөзді қолданыста болса, бізде қазақша тіл ешқашанда өлмейді. Енді бұл бастама Photopea алғысымды білдірем. Біз Photopea-ді аударамыз, құдай қаласа. Содан кейін қалай айтсам болады, фотошопқа қарай көшеміз, Adobe-ға. Официально Adobe немесе неофициально сондай аударма ісін бастаймыз. Сол себептен бізге Photopea ары қарай аударуға бізге көмек көрсетіңіздер. Көмек көрсеткілеріңіз келсе, біздің неге топқа қосылыңыз. Мен топ аштым, чат. Сол жерде құдай қаласа фотошоптың бөлек Adobe-тың Premiere Pro, After Effects барлығын аударамыз. Менің сондай ниетім бар. Енді мен аудармашы емеспін. Мен жай ғана жанашыр өзіміздің тілімізге енді өкінішке орай сондай қазақ тілін қолданысқа енгізу керек. Дамыту керек емес бізге. Дамып қойған, тек қана бізге қолданыста жоқ қазақ тілі. Сол қазақ тілі қолданыста болу үшін біз сияқты азаматтар, біз сияқты оқушылар, біз сияқты балалар, біз сияқты адамдар жұмыс істеу керек. Соған бірге жұмыс жасайық. Рахмет. Арнаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған сұраған Дәуіт. Сау болыңыздар. Ойбу, айтуды ұмытып кеттім ғой. Бізде Photopea-ді білесіздер ғой. Мына жерде more деген, сосын language, сосын мына жерде қазақша дегенді басасыздар. Содан кейін бізде тіл осылай ауысады. Соны айтуды ұмытып кеттім. Астына төменнен кіріп қолдансаңыздар болады, ноутбукта, телефонда.